Иә, бұл алма ағашы, сакура емес. Біздің астанамызға көктем келді. Мен бүгін Ататүрік саябағында керемет тамаша демалып жүрмін. Мына гүлдердің иісі мұрын жарады. Енді құдды бір ертегіде жүргендей боласың. Мені осылай гүлдер әлеміне келдім. Осылай әдемі гүлдер. Иісі деген керемет енді. Керемет мына иіс. Сондай тамаша иіс. Қазір тағы да көрсетем арырақ барып. Бұл жердің әдемілігі керемет екен, жалғыз маған осылай көрініп тұр ма екен? Қазір адамдардан да сұрап көрейікші, олар не дейді екен? Сәлематсыз ба? Есіміңіз кім? Сізге бұл жер несімен ұнайды? Мы каждый год сюда приезжаем весной. Здесь начинают цвести деревья. И прям волшебное место. Очень нравится. Цвета белый, красный, зеленый. Просто невероятная красота именно здесь, в этом парке. Міне әдемі деді. Иә, өте әдемі. Қазір тағы да біреуден сұрап көрейік. Нақтылап. Здравствуйте. Как вас зовут? Ну, как вам здесь нравится? Очень нравится. Один из любимых парков в городе Астана. Очень красиво сейчас, вообще что-то невероятное. Цветет все очень такое красивое, как прям сказки какой-то, как будто сказочный лес. Иә, бұл саябақ шынымен де өте әдемі екен, тура ертегідей. Міне адамдар осылай демалып, суретке түсіріп, осы жерді тамашалап жүреді. Өте әдемі жер. Түрік саябағында түрік кафеханасы бар екен, көкше деген. Көріп көрейік. Керемет. Ішінде түрік донері бар екен, түрік шайы, кофесі. Далада отырып шай ішсе де болады. Қазіргі Ататүрік саябағы бұрын, білесіздер ма, не деп аталған? Жыл мезгілдері деп аталған екен. Бұл саябақ Түркияның тұңғыш президенті Мустафа Кемал Ататүріктің құрметіне аталған. Міне осындай ақ қайыңдар. Ақ қайыңдардың ортасында мындай гамак бар. Гамак дейма, гамак дейма. Міне осыған отырып жатып, тербетіліп әрі-бері демалса болады міне. Осылай тербетіліп әрі-бері. Міне осындай ақ қайыңда. Бұл біреу емес, міне бірнеше, бұл саябақтың ішінің әрбір жеріне орналасқан осындай гамактар. Таза ауа, сондай әдемі. Бұл Ататүрік саябағы Астанамыздың қақ ортасында орналасқан. Есіл өзеннің бойында. Міне, мына жағы оң жағалау болады. Мына көпірден өткеннен кейін сол жағалау. Бұл жерде мынандай фитнестер бар. Бұл жерде де бір ескерткіш орнатқан екен. Қазір көреміз кім екенін. Юнус Эмре дейді.
1241-1321 жылдары өмір сүрген Анадолудағы Түркия түрік поэзиясының бастаушы атақты сопы және халық ақыны екен. Юнус Эмре дейді. Бұл туралы фильмдер де бар. Түрік фильмдерінде, сериалдарында болу керек. Осындай әдемі деген саябақ. Ақ қайыңдар жасыл жапырақтарын, желектерін төгіп тұр. Өте сұлу, осындай демалғанға әдемі деген саябақ. Қазір мына гүлдер отанына барамыз. Міне бұл жерде осылай демалатын әдемі орындар бар. Бұл Астана қаласындағы Есіл жағалауының бойындағы оң жағалауда орналасқан Ататүрік саябағы. Мына көпірден ары өткенде сол жағалау болады. Бұл сол жағалау. Ал мынау оң жағалау. Міне осындай біздің ғажап Ататүрік саябағы өте әдемі. Осы мамыр айының кезінде өте әдемі болады, ерекше гүлденеді. Осылай әдемі саябақты аралап, демалып алдым. Сіздерге де бұл әдемілікті көрсетуге тырыстым. Видео ұнаса, лайк басып, қолдаңыздар, жазылыңыздар, комментарий жазыңыздар.